Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге өте дәмді тағамдардың бірі, өте дәмді болып шығатын кеспе көженің рецептін ұсынатын боламын. Қамырымыз ешқандай езілмейді және өте дәмді болады. Міндетті түрде дәл осы менің рецептіммен жасап көруге кеңес беремін. Видеоны соңына дейін қарап, менің каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Ал ендеше бастаймыз. Ең әуелі қазанымызға сұйық май құямыз, аз мөлшерде құямыз. Сұйық май болған соң үстіне етімізді салып, етіміз қызарғанша жақсылап қуырып аламыз. Етіміз қызара бастағанда үстіне пиязымызды саламыз. Тағы да жақсылап қуыра бастаймыз. Осылай 2-3 минут шамасында қуырамыз. Пиязымыз бен етіміздің суы шығып, сарғая бастаған кезде сәбізді салып, осылай тағы да 4-5 минут шамасында қуырып алатын боламыз. Мінекей барлығы бұқтырылып, суы тартылған кезде үстіне қызанақты саламыз. Томат пастасын немесе осындай кез келген салат түрін қосып жібердім. Мен өзімнің жасаған салатымды қосып жібердім. Енді татымына қарай тұзымызды, универсальный приправаларымызды қосып, қара бұрыш қосып, жақсылап араластырып, осылай қуырып алатын боламыз. Неғұрлым біздің сорпамыз жақсы қуырылып, жақсы қайнатылса, соғұрлым біздің тағамымыз дәмді болады. Үстіне суымызды құйып, лавр жапырағын құйып, бетін жауып қайнататын боламыз. Ал оған дейін қамырымызды дайындайтын боламыз. Жұмыртқаға кішкене суымызды, тұзымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Тұзымыз ерігенше, содан соң ұнымызды алдын ала електен өткізіп алып, ұнымыздың барлығын бірден емес, жарты мөлшерін құйып, басында осылай қасықпен араластырып, кейінмен қолымызбен араластырып, қамырымызды илеп алатын боламыз. Достар, менің бұл рецептің құрамын төменде описание бөліміне қалдырамын. Төменнен қарасаңыздар болады. Қамырымызды жақсылап илейміз. Осы мөлшерде ұнды қосыңыздар. Біздің қамырымыз жұмсақ емес, тығыздау болуы керек. Және ыдыстан алып осылай тағы да қайтарап жақсылап илеп алатын боламыз. Мінеке бізде осындай бір келкі қамырымыз пайда болды. Жұмсақ емес, орташа, тығыздау. Енді бетін жауып тындырамыз. Оған дейін біздің сорпамыз дайын болып, қайнап, жақсы болып қайнады. Енді осының үстіне картопты саламыз. Тағы да араластырып, тағы да бір 20 минут шамасында жартылай картопымыз піскенше бетін жауып қалдырамыз. Қамырымызды алып, әр 10 минут сайын осылай 2 рет қайтара жібереміз. Осылай илеп аламыз. Сол кезде біздің қамырымыз тегіс жайылады және оңай жайылатын болады. Ал енді қамырымызды жаятын боламыз. Басында осылай ұнымызды көбірек себетін боламыз, кейіннен азырақ себетін боламыз. Мен үнемі осылай жасаймын, сосын бірден орайып емес, басында осылай оқтауменен басып, 4-1 қылып жасап аламыз. Кейіннен ұнымызды себе отырып, қамырымызды орап, оқтауменен жайып алатын боламыз. Қатты баспаймыз және де жай баса отырып, осылай барынша жіңішке қылып жайып алатын боламыз. Біздің қамырымыз ешқандай езілмеу үшін тұзы барлығы бізде жақсы болуы қажет. Тұзы кем болған жағдайда біздің қамырымыз езіліп кетеді. Тұзы ащы болса да болмайды, сондықтан орташа қылып қосасыздар. Мінекей барлығын қамырымызды жұқа қылып жайып алдық. Өте әдемі бір қалыпты шықты. Енді ұн қоспай-ақ немесе арасына ұн сеуіп осылай орап алып, кеспелерімізді кесіп алатын боламыз. Қалауларыңыз бойынша жіңішке қылып, майда қылып кессеңіздер болады. Бізге осылай ірі қылып тураған ұнайды, сондықтан орташа қылып турап алдым. Мінекей барлығын жақсылап турап аламыз. Барлығы бір келкі болуы қажет. Бұл рецепті мен бұрыннан жасаймын. Апам үйреткен рецепт, сондықтан қорықпай дәл осы менің рецептіммен жасай беріңіздер. Арасына ұнымызды сеуіп, осылай дайындап алатын боламыз. Қараңыздар, ешқандай жабыспайды, бір келкі болып шашырап тұратын болады. Міндетті түрде дәл осы менің рецептіме жасаңыздар. Алдын ала қамырларымызды дайындап алдық. Енді сорпамыз барлығы бір келкі қайнап, осындай түске енді осының үстіне қамырларымызды салып, қамырымызды пісіріп алатын боламыз. Қатты қайнатпаймыз, бір 5-7 минут шамасында пісіріп алатын боламыз. Өте керемет болып шығады. Достар, менің каналымда түрлі тағамдардың, түрлі тәттілердің рецептісі бар. Каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, қазақша контентті қолдап, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Мінекей біздің кеспелі сорпамыз дайын. Суды көбірек қоссаңыздар болады, бірақ бізге осылай қою болған ұнайды. Өте тойымды болады. Міндетті түрде ұнаса жасап көріңіздер. Және каналым ұнаса лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.
сіздермен болған Нұрия Амангелді. Келесі видеода жолыққанша қош сау болыңыздар. Назарларыңызға үлкен рахмет.